Сәлем оқушылар, бүгін бізде 4-ші сыныптың 72-ші сабағы кездесу қозғалысына берілген есептер. Сен теңдеу құрып, кездесу қозғалысына берілген есептерді шығаруды үйренесің дейді. Бірінші есепті шығар. Бибігүл Ахметқызы Төлегенова 1929 жылы 16 желтоқсанда Семей қаласында дүниеге келді. Кеңес және қазақ опера әншісі, педагог, балалар атты аңызға айналған әншімен сағат 17:00-де басталатын кездесуге аттанды. 17:00-де кездесуге аттанады. Олар ауылдан қалаға автобуспен сағат 15:30-да шықты. Шықты дейді. Енді олар ауылдан автобуспен 15:30-да шықты. Автобус қандай жылдамдықпен жүрді дейді? 60 км/сағат жылдамдықпен жүрді дейді. Ауылдан қалаға дейінгі ара қашықтық бізде 25 км дейді. Егер кездесу басталардан жарты сағат бұрын келу қажет болатын болса, онда олар кешікпей келе ме? Есептің сұрағына жауап беру үшін қандай есептеулер орындау жеткілікті дейді. Жарты сағат болса, онда бізге 16:30-да уже сол жақта болуымыз қажет. Ал бұл кісі 15:30-да шықты, онда мына жерден уақытты тауып аламыз. S тең V формуласынан уақытты табу үшін S-ті V-ға бөлеміз, Уақытты табу үшін 25-ті 60-ға бөлеміз ба? Мына жерде қараңыздар. 60-ті біз 60 км/сағатқа бөлейік. Сонда бізде 1 километр минут болады. Яғни минутқа айналдырып алдық мына жерді. 25-ті 1-ге бөлсек, 25 минут болады. Сонда бұл кісі 25 минутта жетеді екен. Демек бұл кісі 15:55-те сол жаққа жетеді. Значит, 16:30-да бір жарты сағат бұрын бару керек болатын болса, онда ол ерте барады екен, потому что ол 60 км/сағат жылдамдықпен жүрді. Келесі бізден сұрайды. Велосипедші сөреден бастап 35 км/сағат жылдамдықпен не істеді дейді? 3 сағат жүрді дейді. Т тең 3 сағат. Және оған мәреге дейін әлі 45 минут бар. 45 км жүру қажет. Мына жер ғой, әлі уақыт бар. Сөре мен мәренің арақашықтығы қанша километр дейді? Сөре мен мәренің арақашықтығы мына есеп былай шығады бізде. Шешуі сөре мен мәренің арақашықтығы дейді. Сөре мен мәре арақашықтығы белгісіз. Шешуі біз x-тен азайтамыз. 35 бізде 3 ғой, байқап тұрсыңдар ма? 35 бізде 3 сағат жүрсе 3 болады. Сонда бұл 45 км-ге тең деп аламыз. Мына екеуін көбейтетін болсақ, бізде 105 шығады, және 45 деп аламыз. X тең 45-ке 105-ті қосамыз. Сонда бізде жауабы шығады. Сөре мен мәренің арасы 105 км. 150 км. Мына екеуін қоссақ, X тең 150 болады. 150 км. Келесі, номер 3-ші есеп. Сен екі дененің бір-біріне кездесу қозғалысына берілген есепті шығарасың дейді. Хорошо. Ара қашықтығы 1220 км. Екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы екі пойыз шықты. 10 сағаттан кейін кездесті. Бірінші пойыздың жылдамдығы 10 сағаттан кейін кездесті. Бірінші пойыздың жылдамдығы V1 деп алайық. 65 км/сағат. Екінші пойыздың жылдамдығын тапты. Бұл теңдеу былай шығады екен. Астында X екінші пойыздың жылдамдығы болсын деп жазып қойыпты. X плюс 65 пойыздың жақындау жылдамдығы болсын. Онда бізде мынандай теңдеу шығады екен. X қосу 65 көбейту 16 тең 1220.
x қосу 65 тең 1220-ны 10-ға бөлеміз. Мына көбейту мұнда бөлу болып барады. x қосу 65 тең 122. x-ті табу үшін 122-ден 65-ті азайтам. x тең болады 7, так, 11, 5, 57-ге тең болады екен. Екінші пойыздың жылдамдығы 57 км сағат. Так, келесі. Төртінші тапсырма. Екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі пойыз шықты дейді. 2 сағаттан кейін кездесті. Т тең 2 сағат. Олардың бірінің жылдамдығы В1 48 км сағат. Олардың бірінің жылдамдығы сонда екі қаланың арасы S тең 396 км дейді. Екінші пойыздың жылдамдығын тап дейді. В2-ні тап дейді. Дәл жаңағындай бірінші пойыз бен екінші пойыздың жылдамдықтарының қосындысын біз аламыз 98 ба? Так, 48 дегенім о. 48 қосу x деп аламыз, е? 48 қосу x деп аламыз. Так, сонда 48 қосу x тең көбейтемін 2-ге тең болады 396. 48 қосу x тең 396-ны 2-ге бөлемін. 48 так, қосу x тең 198. x-ті табу үшін 198-ден 48 азайтам. x тең 150. Жауабы В2 тең 150 км бөлінген сағат. Келесі әсі. Әсін қарайық. Екі қаладан бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі пойыз шықты. Біріншісінің жылдамдығы В1 тең 72 км сағат. Так, екіншісінің жылдамдығы 68 км сағат. Солай ма? Екіншісінің жылдамдығы осында, егер екі қаланың арасы S тең 420 км болатын болса, онда олар қанша сағаттан кейін кездесті? Т бізде белгісізде. Егер екі қаланың арақашықтығы 420 болса, бізде Т белгісіз болады. Бұны табу үшін біз жалпы жылдамдық, бұл бізде бірінші пойыз бен екінші пойыздың жылдамдықтарының қосындысы ғой. Ал жол деп отырғанымыз бұл жылдамдықты уақытқа көбейткенге тең, солай емес пе? Сонда 72-ке біз 68-ді қосып x-қа көбейтсек 420 шығады. Осы жерден 140-ты x-қа көбейтсек тең 420 деп жазамыз. X-ті табу үшін 420-ны 140-қа бөлеміз. Сонда x тең болады 3-ке. Жауабы 2 пойыз 3 сағаттан кейін кездесті болады екен. Келесі 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмаға қарайық. Арман мен Серік велосипед жарысына қатысты дейді. Енді Арман велосипедтің 200 метр минут дейді. Яғни уақыт, жоқ, жылдамдық. Жылдамдық бізде 1 минутта 200 метр жүрген екен. Және де 24 километр жүрді дейді. Осы ара қашықтықты Серік 14 км сағат жылдамдықпен жүреді. Мынау кімдікі? Армандікі, е? Серік дәл осындай ара қашықтық, осы 24 километрді қанша сағатта жүреді дейді, қанша жылдамдықпен жүреді дейді, 14 км сағат жылдамдықпен жүреді дейді. Е? Енді бізден айтып тұр, олардың қайсысы көбірек және қанша уақыт артық жұмсайды дейді. Осы жерден уақытты табатын болсақ, S-ті В-ға бөлуіміз керек. Уақыт тең бізде 24-ті бөлуіміз керек, негізі 14-ке. Сонда бізде уақыт шығады. 24-ті 14-ке бөлуіміз керек. Так, мына жерде мұнаны біз километр сағатқа айналдырсақ, 12 км сағат болады екенді. И мына жерде 24-ті 12-ке шынымен де бөледі екенбіз. Сонда бізде жауабы 2 сағат шығады екен. Сонда екеуде бірдей уақыт жұмсайды екен. Келесі тапсырма.
Так, келесі 6-шы есеп 1 миллион азайту 728.864 және бөлемін 97-ге и қосамын 234.589 дейді. Мына есепті шығару үшін ең алдымен қараймыз. Ең алдымен мына жердегі бөлу амалын орындаймыз. Бөлу амалында бірінші 864.464-ті бөлеміз 97-ге. Сонда бізде шығады 8912. Келесі орындалатын амал 1 миллионнан, олай бөліп жазайын, 1 миллионнан 728-ді азайтамын, 999.272 болады. Енді осыдан кейін орындалатын амал 999.272-ден азайтамыз 8912. Сонда жауабы 990.360 болады. Одан кейін орындалатын амал 990.360-ға қосамын 234.589. Сонда бізде жауап шығады 1.224.949 шығады екен. Келесі тапсырма. Келесі ол номер 2-сі астына жаза қойын. Так, бұлдан ең бірінші орындалатын амал 592.263-ті бөлемін, қараңыздар, 263-ті бөлемін 79-ға. Сонда бұдан шығады бізде 7497. Одан кейін екінші орындалатын амал осыдан шыққан санды қосамын 178.249-ға, жаңа мына шыққан санды қосамын, сонда бізде шығады 185.746. Одан кейін орындалатын амал 1 миллионнан азайтам 948. 999.052 болады. Одан кейін мына саннан мына шыққан санды азайтам. 999.052-ден азайтам 185.746. Сонда бізде 813.306 шығады екен. Келесі тапсырма. Так, келесі номер 7-ші тапсырма. Қараймыз, мына жерде шешуі деп жазайын. Так, берілгені. В1 бізде бірінші жылдамдық 5 км сағат. Екінші жылдамдық, екінші жылдамдығымыз 6 км бөлінген сағат. Енді барлық жол бізде 44 км дейді. Енді осыда кездескен уақытын тап дейді. Осы жерден шешуін жазамыз. Шешуі тең. Бізде жалпы жылдамдықты табу үшін не істейтін едік? Бірінші жылдамдыққа екінші жылдамдықты қосатын едік. Сонда бізде 5-ке 6-ны қосамын 11 км сағат болады екен. Енді уақытты табу үшін жүрген жолымыз S-ті жылдамдыққа бөлем. Сонда 44-ті бөлемін 11-ге тең 4 сағат шығады. Сонда олар неше сағаттан кейін кездесті деп аламыз? 4 сағаттан кейін кездесті. Жауабы 4 сағаттан кейін кездесті. Енді осы есептің әсі бар, әсін шығарайық. Әсі. Так, кездескен уақыты 3 сағат дейді. Және бірінші жылдамдығы белгісіз, екінші жылдамдығы 75 км бөлінген сағат, жүрілген жол 330 км дейді. Енді мына жерде 330 км. Бізге В1-ді табуымыз керек. Шешуін жазайын. Шешуі. Біз жалпы жылдамдықты табу үшін жолды уақытқа бөлеміз. Сонда біз 330-ды 3-ке бөліп алуымыз керек. Неше шығады? 110 шыға ма? Бұл бізде 110 км сағат болады, өлшем бірлігі. Енді
бірінші жылдамдықты табу үшін жалпы жылдамдықтан азайтамыз екінші жылдамдықты. Жалпы жылдамдық шықты ғой, міне 110-нан азайтамыз мына 75-ті. Сонда бізде жауап шығады 35 км сағат. Шықты ма? Шықты. Сонда бізде жауабы V1 тең 35 км бөлінген сағат. Келесі тапсырма. Так, оқушылар келесі тапсырма. Кент пен қаланың арасы 81 км. S тең 81 км, иә. Олардың бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі велосипедші шығып, 3 сағаттан кейін кездесті. 3 сағат кездесу уақыты. Қаладан шыққан велосипедшінің жылдамдығы, мынау велосипедшінікі 12 км бөлінген сағат. Ал екінші велосипедшінікі, мынау V1, мынау V2-нікі қандай? Шешуі. Жаңағындай айттық қой, мен қазір түсін өзгертейін. Шешуінде жалпы жылдамдық деп отырғанымыз бұл жолды уақытқа бөлгенге тең, иә. 81-ді 3-ке бөлгенге тең. Бұл бізде 27 км сағат. Енді V2-ні табу үшін жалпы жылдамдықтан бірінші велосипедші жылдамдығын азайтамыз. Жалпы жылдамдық бізде таптық қой, 27-ден азайтамыз. V1 бізде қанша болды? 12 болды. Сонда бізде 15 шығады екен. 15 км сағат. Сонда жауабы бізде қалай болады? V2 тең 15 км сағат. Так, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Видеомды соңына дейін қараңыздар.